Аймақ жаңалықтарына ойса Қазақстан Республикасы бас мемлекеттік санитар дәрігері елде Pfizer препаратымен вакцинациялау ережесі бекітілген қаулыны қабылдады. Коронавирусқа қарсы бұл екпені кімдер алады? Екпе егу ерікті түрде жүргізіле ме, әлде міндетті ме? Әріптесім біліп қайтты. Жүкті әйелдер мен бала емізетін аналар, сондай-ақ 12 жастан асқан жеткіншектер Pfizer вакцинасын салғыза алады. Жасөспірімдерді вакцинациялауға дайындық жұмыстары басталып кетті. Сала мамандарының айтуынша, қараша айының ортасынан бастап екпе салу жұмыстарына көшпек. Аталған топтарға жататын тұлғаларды вакцинациялау тек олардың келісімінен кейін, ал жасөспірімдерді ата-аналардың немесе ресми өкілдердің келісімі бойынша ғана жүзеге асырылады. Жүкті әйелдерде 16 аптадан бастап 37 аптаға дейін уақытында екпе болады. Жасөспірімдерге 12 жастан бастап жоғары қарай жасқа болады. Ең бірінші кезеңде 16 жастағы балалар мен 18 жастағы балалар жасөспірімдердің арасында екпе болады. Pfizer екпесін жасөспірімдерге тек тәжірибелі дәрігерлер салады. Ол үшін олар арнайы дайындықтан өтеді. Бұл вакцина осыған дейінгілер секілді де 2 дозалы, аралары 2 немесе 4 апта болады. Вакцинация, иммунизация подлежат. Екпе салуға байланысты кеше вебинар өтті. Онда облыс бойынша бас мамандарымызды оқыту, үйрету, әсіресе Pfizer вакцинасын дұрыс салу мақсатында жүргізілді. Қазіргі таңда екпе егуге қатысты түсіндірме жұмыстары кеңінен жүргізілуде. Бұдан бөлек балалардың психологиясына кері әсерін тигізбеу мақсатында барлық мектептерде психолог мамандар жұмыс істейтін болады. Со школьниками на уровне. Мектеп оқушылармен міндетті түрде психолог мамандары жұмыс істейтін болады. Қалай дегенмен бала болғандықтан екпеге көз қарасы әрқалай болу мүмкін. Кей жеткіншектер вакцина алғаннан кейінгі күйін дұрыс емес жеткізу мүмкін. Сондықтан психологтар түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Мамандардың айтуынша вакцинаның қажетті көлемін есептеу, суық тізбекті қамтамасыз ету жүргізілді. Айта кетейік, Pfizer вакцинасы үшін ультра төмен температуралық режимде сақтау қажет. Мәселен, -60, -90 градус Цельсийді құрау керек. Pfizer фармацевтика компаниясының вакциналар ғылыми тобының директоры, америкалық вирусолог Кент Хантер клиникалық сараптамалар Pfizer екпесінің 12 жастан асқан адамдарға аса тиімді екенін дәлелдеген. 2 компонентті толық алған адамдарда коронавирус жұқтыру қауіпі вакцинаны алмағандарға қарағанда 97%-ға төмен болады. Сондай-ақ екпе 65 жастан асқан адамдарға да, созылмалы ауруы барларға да бірдей тиімді әсер етті. Әзірше мұндай нәтижеге ешқандай зертхана қол жеткізген жоқ дейді. Осылайша бұл екпе сапалы әрі тиімді екенін баса айтты. Pfizer компаниясының тексерілген дүниежүзінде сапалы екпе жасалады. Сала мамандары барлық тұрғындарды екпе алуға шақырады. Вакцинация коронавирусты жоюдың ең тиімді жолы екенін ескертеді. Қазір медицинаға сенбесек, ертең тым кеш болатынын айтты. Қолға алынған бүкіл жұмыстардың мақсаты қауіпті індеттен құтылудың амалын жасау. Әйтпесе, тек Шығыс Қазақстан облысы бойынша 900 жүкті әйел коронавирус инфекциясын жұқтырғаны анықталып отыр.